Саламатсыздар ма? Біздің бүгінгі тақырыбымыз жергілікті желілер негіздері. Жергілікті желілер абоненттері 10-15 қашықтықта шоғырланған желілер. Мұндай желілер бір ғимараттың ішінде немесе бірнеше шағын орналасқан ғимараттарда орналасқан компьютерлерді біріктіреді. Енді жергілікті желі дегенімізге келетін болсақ, жергілікті желі бұл компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады. Компьютерлік желілер компьютерлерден басқа да желілік құрылғылардан тұрады. Яғни бұл құрылғы желі арқылы жіберуге арналған ақпаратты түрлендіруге мүмкіндік береді. Ақпарат желілер арқылы берілетін сигналдарға түрлендіріледі. Яғни кодтау процесі арқылы. Осыдан кейін сигнал қайта түрлендіріледі. Яғни декодтау процесі. Компьютерлерді жергілікті желіге біріктіру түрі ол типті кабельдер көмегімен желілік карта немесе желілік адаптер деп аталатын арнайы құрылғы арқылы жүзеге асырылады. Адаптер компьютердің аналық тақшасында кеңейту слотында орналасқан. Ақпарат байланыс тораптары арасында бұл сандық түрге беріледі. Байланыс желісінің сымды және сымсыз түрлері де болады. Желілік құрылғыларға, яғни коммутатор мен концентратор жатады. Олар дерек алмасу сапасын жақсартады және деректерді таратудың әр түрлі стандарттарын қолданатын желінің әр түрлі бөліктерін біріктіреді. Яғни кабельді тікелей жалғау осы екі компьютерді желіге қосуды тікелей кабельдік жалғау деп аталатын қарапайым әрі тиімді тәсілі бар. Бұл жағдайда қосымша желілік құрылғылардың қажеті жоқ. Компьютерлер бір-бірімен параллель немесе тізбекті порттар арқылы қосылады. Тікелей жалғауда компьютерлердің бірі ол жетекші, ал екіншісі жетекте болады. Жетекші компьютерден жетекті компьютердің бумаларында дискіге, яғни принтерге қатынасы қамтамасыз етіп отырады. Жетекті компьютердің дискілерімен оған қосылған принтерларды жетекті компьютерге қатысы желілік блок қалады. Яғни жетекші компьютердің деректерді бір компьютерден екінші компьютерге жіберуді басқаруға болады. Яғни тікелей кабельдік жалғаудың кемшілігі бұл жерде деректерді тасымалдау жылдамдығының баяулығы. Сол себепті тікелей жалғау мекемелерде сирек қолданылады. Тұрмыстық жағдайда қолдануға ыңғайлы, яғни тікелей жалғау арқылы бірнеше адам қатысып ойнайтын көптеген компьютерлік ойындарда да жұмыс істей алады. Екіншіден, көптеген бірнеше компьютерді бір-бірімен байланыстыру үшін тікелей жалғау жеткіліксіз. Бұл жағдайда әрбір компьютерге желілік тақша орнатылуы қажет. Оларды бір-бірімен кабель арқылы байланыстырып, компьютерлердің бірлескен жұмысы басқаруға арналған арнайы программаларды іске қосу керек. Егер компьютерлер бір-бірінен өте алшақ орналасса, олар үшін ортақ желілік жабдық пайдаланылады да, олар бір программалық қамтамасыз ету кестесінен басқарыла беріледі. Осындай желіні жергілікті желі деп атаймыз. Жергілікті желілердің бұл артықшылықтары ресурстарды бөлу, яғни ресурстарды ақпараттық жүйеде үнемі пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы ретінде айтатын болсақ, барлық компьютерлерден бір принтерден басып шығаруға болады, яғни бір DVD дискіге пайдалану деген сияқты, және тағы басқаларын айтуымызға болады. Ал деректерді бөлу әртүрлі жұмыс орындардан басқа компьютерде орналасқан файлдарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Деректерді бөлу арқасында ортақ құжатты құру үшін бірнеше пайдаланушылардың жұмысын ұйымдастыруға да болады. Бағдарламалық жасақтаманы бөлу ол пайдаланушыларға басқа компьютерлерде орнатылған бағдарламаларды пайдалануға мүмкіндік береді. Келесі бұл бізде жергілікті желі топологиясы. Бұл жерде де есептеуіш желісінің топологиясы деп, оның жеке компьютерден, яғни компьютерлер, серверлер, принтерлер және тағы басқа сияқты қосылу тәсілі түсіндіріледі. Бұл жерде негізгі үш топология бар жергілікті желіде. Ол яғни жұлдыз типіндегі топология, сақина типіндегі және жалпы шина
түріндегі топология. Бұл жерде шина топологиясы біз алдыңғы сабақта айтқанымыздай, бұл қолданылған кезде желі клиенттер арасында ақпаратты бір ортаға түйін арқылы беріледі. Сервер немесе арнайы хаб құрылғы орталық түйін бола алады. Екінші топология бұл сақина типіндегі топология, бұл барлық компьютерлер сақинаға тұйықталған сызыққа қосылады. Сигналдар сақина арқылы бір бағытқа беріледі және әр компьютер арқылы өтеді. Келесі бұл жалпы шина деп жатырмыз ғой, бұл шина типіндегі топология. Барлық клиенттер жалпы деректер арнасына қосылған, сонымен қатар олар желідегі кез келген компьютермен тікелей байланыса алады. Жергілікті желінің бұл жерде де түрлері бар, яғни жергілікті желі екі моделі бар, яғни ол бір рангты желі және клиент сервер түріндегі желі. Бұл модельдер жергілікті желідегі компьютердің өзара әрекеттесуін анықтайды. Бір рангты желіде барлық компьютерлер бір-бірімен тең. Сонымен қатар жүйедегі барлық ақпарат жеке компьютерлер арасында бөлінеді. Яғни кез келген пайдалануды компьютерде сақталған деректерді қол жеткізуге рұқсат бере алады, немесе тыйым сала алады. Бір рангты желіде кез келген компьютерде жұмыс істейтін пайдаланушыға желінің барлық басқа компьютерлердің ресурстары қолжетімді. Мысалы, бір компьютерде отыру арқылы біз басқа компьютерге орналасқан файлды өңдей аласыз. Яғни оларды үшінші компьютерге қосылған принтерді басып шығара аласыз. Яғни төртінші компьютерде бағдарламаларды іске қоса аласыз деген сияқты. Желіні ұйымдастырудың бұл моделінің артықшылығы іске асырудың қарапайымдылығы және материалдық ресурстардың үнемдеулігі, өйткені қымбат, бұл серверлер сатып алудың қажеті де жоқ. Іске асырудың қарапайымдылығына қарамастан, бұл модель бір қатар кемшіліктерге де ие. Қосылған компьютердің көптігінен төмен өнімділік, бірыңғай ақпараттың базаның болмауы, ақпарат қауіпсіздігінің бірыңғай жүйесінің болмауы, жүйеде ақпараттың болмауының компьютердің күйіне тәуелділігі, яғни компьютер өшірілсе, ондағы барлық ақпарат қолжетімді болмайды. 20 данаға дейін компьютер саны бар шағын ұйымдар үшін тең желілік моделін ұсынуға болады. Енді бұндай да артықшылықтары болады екен. Енді клиент сервер сияқты желілерде бұл бір немесе бірнеше негізгі компьютерлер, бұл серверлері бар, яғни серверлер желідегі барлық ақпарат сақтау үшін, сондай-ақ оны өңдеу үшін қолданылады. Бұндай сервер клиенттердің артықшылықтары ретінде желінің жоғарғы жылдамдығы, яғни бірыңғай ақпараттың базаның болуы, бірыңғай қауіпсіздік жүйесінің болуы. Алайда бұл клиент сервердің кемшіліктері де бар. Басты кемшілігі арнайы серверді сатып алу қажеттілігіне байланысты клиент сервер сияқты желіні құру құны едәуір жоғары болады. Сондай-ақ кемшіліктерге қызмет көрсететін қызметкерге желі әкімшісіне қосымша қажеттіліктің де болуы болып жатады. Міне біз бүгін жергілікті желі туралы мәліметтері алып отырмыз. Яғни жергілікті желінің түрлері, жергілікті желілердің артықшылықтары, кемшіліктері, жергілікті желіде қолданылатын топологиялар, жергілікті желілердің түрлері.